бір қайтыс болған қарияның жиынына шақырды. Барғанда анау бейнероликтер көрсетіп жатыр. Сол кісінің өмірбаянын бейнероликті жинақтағанда, қазір сөйтіп көп көрсетеді ғой. Бірақ енді анау кішкене шектен шығатындар бар. Қайтыс болған адамның өмірбаянын жинақтайды да бейнеролик қылып шығарады. Сонда қарасаңыз арақ ішіп жүргендерін, арақ ұстап тілек айтып тұрған кездерінде көрсетеді да бейнероликтерінде. Ағайындар, тып-тыныш жатқан адамның айыбын ашып, оның күнәсін адамдарға көрсетіп болмайды ол нәрсе. Қайтыс болған адамның тек жақсы жағымен ғана еске алу керек та, еске алатын болсаңыз. Оның жамандығын айтуға, айыбын ашуға болмайды. Бірақ жаңа кісінің бейнеролигін көрдік. Енді ана кісінің өмірі керемет өткен екен. Өмірі дінге арнаған, тақия киіп имам болып өткен. Имам болмаған кезінде де ауылында әйтеуір мешітке, елге қызмет қылып өткен адам екен. Жанымызда тұрған қариялардың өзі де жаңағы айтып жатырды. Бұл жақсы адам еді деп. Кейін ойлаймын да, шыққаннан кейін. Мен ертең өлгеннен кейін менің ұрпақтарым артымнан мен жайлы қандай бейнероликтер көрсетеді екен. Не қатырдым бұл дүниеде? Осынша өмір сүріп, не бітірдім өмірге келіп кеткенде? Алла үшін не істей алдым? Адамдар ойлауы мүмкін, бұл дінге қызмет қылады. Жоқ. Әр адам өзін біледі ғой. Мен де бір күнәһар, күнәні өте көп істейтін пенделердің бірімін. Ертең өлгеннен кейін балдарым мен жайлы не айтып мақтана алады екен? Бірақ енді ойлап отқан шығарсыздар сіздер. Бейшара қайтеді екен деп. Мен деп жатқаным, әркім өзіне мен деп ойласын. Әркім мен қайтем деп ойласын. Ертең сіз қайтесіз, біз қайтеміз, мен қайтем. Өлгеннен кейін мен жайлы қандай бейнероликтер көрсетеді? Өмірімді неге арнадым? Алланың осынша берген уақытын неге пайдаландым? Алла үшін не істей алдым осынша өмірде? Қараңыз, бүгін бір жігітпен дастархандас болдық. Айтады, әкем маған әрдайым айтады, балам, мен өлгеннен кейін менің қабірімнің үстіне там соқпа, тал ек. Қандай керемет өсиет. Осы өсиетті айтуға басымыз жетпесе ше? Ағайындар, расында да қараңыз, бұл дүниеде жарайды. Бала шағаңыз жаңағы сіздің өміріңізді рас. Мынандай нәрсе бар. Бала шаға әкесі қайтыс болғаннан кейін кімнің баласы едің десе ше, сен өмірің босқа өткен адам болса, пәленшенің баласымын деп айтуға да ұялып қалатын жағдай болады да. Біз бала өсірдік деп мәз болып жүрміз. Өміріңіз босқа өтсе, сондай болады. Жарайды, бұл дүниеде айтыр, балдарыңыз ұялар, басқа қылар. Қияметте бүкіл адамның алдында өмірбаяныңыз баяндалады. Бүкіл адамдардың алдында бүкіл өмірбаяныңыз айтылады. Сол кезде қалай елдің бетіне қарайсыз?